Соның ішінде жаңағы біз Айтқожа деген атадан тараймыз. Айтқожа деген ол меніңше сол Тоқалдың баласы сияқты. Ең кенжесі Сәткен деген, жаңа айттым, бұл топта бір кісі болды. Сол Сәткен деген тарайтын содан бір адам болды біздерде. Сол Сәткен деген ақсақалды Қарашаңыра үлкен жаңағы несі, кенжесі ғой. Сол Қарашаңыра ұстап қалған жазған сол жаңағы кітапта. Ол жаңағы кім Усманович, сосын кім жаңағы тағы бір кісі, сол шүлі жұмпитын адамдар шығарған сол шежірені. Енді арнайы айтатын болсақ, сол Айтқожадан Жантөреден тарайды. Жантөреден жаңа айтты 4 баласы болған: Есқазы, Есқали, Есенғали және Намаз деген. Сол жаңағы Есқазыдан Рамазандағы менің атам. Содан кейін жаңағы менің әкелерім, мен әкем Шібек деген 4 ағайынды болған. Үлкен ағасы Кенжебек соғыста қайтыс болған. Сол 3 ағайындан сол Шібек деген үлкені, сол үлкенімнен ары қарай сол Қарашаға бару қазірді. Оның мына шежіреде бірден бауырымсың жиналатқанда саған беремін, соны тіркеп жазарсың бәріне де. Енді өзім осы қалада тұрам. 1979-да институтқа түстім, содан бері осында жасаймын. Институтта жасадым, осы пенсияға шықтым, 56 жылым, бірақ әлі де жасап жатырмын. Жаңа үлкен ағамыз сияқты тоже бізде жаңа осы институт өтеді, сонда қалдық. Осы қалада 74-ден бері тұрып жатырмын. Енді осы жиналған жиынымыз ұзағынан болсын, әрқашан осы бауырларды көріп, амандасып, бір-бірімізбен шұрқырасып жатқандай жетсін. Әрқашанда осы жақсылықта, қуанышқа киісе берейік. Жаңа арамызда әлі де осы жастарымыз бар, жаңа жұмыс жасап жатқан бәрілеріне де жұмыстарына табыс тілеймін. Жанұяларың аман болсын. Біз бақтара отырайық. Жақсы. Мен өзім жаңа айттым, институтта қалдырды, 84-те институтта жасаймын. Содан бері сол институтта декан болып жасадым, заң декан болып, заң кафедра болып жасадым, ғылым кандидатым. Осы жерде бірнеше шәкірттерім отыр. Шын айтайын, ол кезде ұрыста ұстаймыз ғой. Жаңағы осы артынан беріп жатыр, бауырларымыз бар екен осындай. Қайдан бауырым амандасып жатыр.